Өмір сүреміз. Тентектікті қоямыз. Кәне, тентектікті қоямыз. Балалар барлығымыз балтаны білеміз ғой, я? Балтаны білеміз ғой, я? Ағаш жаратын балтаны. Оның күші тұр, я? Ал соны жаруымыз керек. Балтаны ұстайық қолымызға, дайындалайық, балтаны ұстайық. Ұстаңдар балтаны. Қолдарыңызға ұстаңыздар. Қазір барлығыңыз күшті қолға түсіреміз. Бойымыздағы агрессия болсын, өкпе реніш болсын, барлығын шығарамыз қазір. Бірденен ағаш жарамыз. Ха деп айтамыз. Давай біреуді ұқыларын кесе үсті орындары. Тағы да ха деп айтсыңдар. Бірге айтамыз. Әй, дауыстан бірге айтайық. Кәне. Әй, айтсыңдар. Мен ойлайын, залды көтер жүреді шарды. 1, 2, 3. Тағы. Ала. 1, 2, 3. Кетіп қарайық қош. Жылдам кетің. Ой, жарайсыңдар балдар. Бойымыздағы күштен арылдыңыздар ма? Агрессиядан шықты ма барлығы? Шықты ма балалар? Егер балалар көңіл-күйлеріңіз қалай бірінші? Керемет, көңіл-күйіміз жақсы. Енді біз дәл қазір осы неге әріптерге байланысты сіздерге сұрақ қойып шығам, я? Сол әріпке байланысты жауап бересіңдер. Сен досың кім? Бәрі ғой. Өзінің әрпіне қарады, соған байланысты айтамыз. Ол жас деген сияқты. Омар. Орынбасар деген сияқты айтамыз. Одан келетін адамның атын айтамыз. Артиш, ол жас. Ол жас, я? Алдыдан қойған мақсатың қандай? Кім болғың келеді өскенде? Пажарник. Көңіл-күйің қандай? Тамаша. Жарайсың. Сен киноға кіммен барғың келеді? Расылмен. Қандай сабақтың атасың? Молодец. Бұнғы көңіл-күйің қандай? Молодец, жарайсың. Қандай тағамды ұнатасың? Йогурт. Керемет. Қандай логикаларың мықты дамыған екен балдар? Болашақта кім болғың келеді? Ғарышкер. Молодец. Ғалым болғың келеді. Сен мамаңа не сыйлар едің? Есіміз келіп жатыр, психолог апайларың болады, Мөлдір деген апайларың. Сіздердің оқушылармен жұмыс жасаған жақсы көреді. Сондықтан қазір қонағымызды ортаға шақырамыз, я? Тағы да, осы мектептегі ең жақсы көретін апайың аты кім? Апайың. Қай пәнді ұнатасың? Болашақта 11 оқисың ба? 11-ші классқа қаласың ба, 9 бітіресің ба? Ұдайы оқимын. Молодец. Әріпке байланысты айтып тұр, молодцы. Жарайсың ба? Қандай түсті ұнатасың? Жоқ па? Гүлдер қайда өседі? Далада. Кімдер айтқан жоқ? Қыздардың мінез қандай болу керек? Қыздар мінез қандай? Икемді. Ибалы. Ибалы отыр. Екеуіне ғой. Ер балдар қандай болу керек? Жақсы, молодец. Жігіттер қандай болу керек? Ғажап. Жарайсыңдар балалар. Бұл сіздерге ең қуанышты күнің. Қай қаламайды ұнатасың? Жазда қайда қыдырасың? Парижге. Ол керемет. Армандарың орындалсын. Парижге барыңдар, Өскеменге барыңдар. Жақсы ойларың өте жүйрік екен, шапшаңдықпен жауап бердіңдер,
ой өрістерінде осылай негізінде логика ер балдарда жақсы дамыған